Бирөө той жасса, тойга 600-700 адам келди. Той зор болду, 5 жыл союпту. Жарыспайтын нерсемен жарысамыз. Тамадасы пәленше екен, әншісі түгенше екен, миллиондаған теңгені айналысы 2 сағат ішіп-жеп дәретханаға ағызып жібереді. Осы мақтанның кімге қандай пайдасы бар? Пәленше дәулет екен, Құдамыздың қол ашық екен, көршіміз бұрын соңды болмаған сауық жасады. Қалың малға бәленбай беріпті. Осы 2 ауыз сөз мақтау, осы сөз жаңа табанақы маңдай термен тапқан ақшаны бәленбай жыл банкке еселеп қоюыңа тұра ма сол? Мысалы үшін кредит алып той жасау. Сосын несиеге телефон алатындар бар. Кредит алды да соған телефон, смартфон сатып алады. Бәрінің қолында iPhone, бәріміздің қолымызда iPhone, бәріміздің қолымызда Samsung, жылап жүреді, сосын тағы сосын кейін. Ол соңғы телефондар жаңа компьютерге бергісі қазір. Соның бір қадіріне жетіп, мүмкіндігін толық пайдаланып, білім алуға, ақша табуға жұмсаса бір сәрі. Жаңа WhatsApp, YouTube-қа бола бір 100 мыңдаған ақша тұратын бір телефонды мақтанышын ұстап жүрмес. Телефон деген жай ғана мысал ғой. Оның орнында көлік болуы мүмкін, плазмалық телевизор болуы мүмкін деген сияқты.